Армысыздар ма, тыңдармандарым? Бүгін мен жаздың бейнесінде болған қарбыздың емдік қасиеттеріне тоқталамын. Қарбызды көлемінің үлкен болғанына қарамай, оны оңтүстіктің жидегі дейді. Ал біздің көз алдымызға жидек дегенде құлпынай, қарақат, қарлығандар келеді. Қарбыз шөлді жақсы басады, және ондағы биохимиялық элементтер адам денсаулығына өте пайдалы. Қарбызда В, А, С дәрумендері өте көп. Сонымен бірге натрий, фолий қышқылы, темір, магний бар. Ол көптеген ауруларға ем болып келеді. Атап айтатын болсақ, цистит, бауыр, бүйрек аурулары, атеросклероз, варикоз, анемияда, нефритте, подаграда, артритте, ағзадағы токсиндерді шығаруға көмектеседі. Арықтауға жақсы көмекші құрал. Бүйректегі құмды жақсы ертіп түсіре алады. Ұзақ ауырған адамдар қарбызды пайдаланса тез қалыпқа келеді, иммунитетті көтереді. Құрамында натрий мен магнийдің көп болғанына қарай, ол жүрек ауыратын адамдарға жақсы көмектеседі. Қан қысымын жақсы реттейді. Құрамында әртүрлі витаминдер мен минералдардың көптігінің арқасында ол сүйекке де пайдалы екен. Аяғы ауыр әйелдерге қарбыз өте пайдалы. Қарбыздың қарсы көрсетілімдері де жоқ емес. Ол қарбызды тез пісіру үшін көптеп қосылатын нитраттардың көптігінде. Адам ағзасына нитраттар көптеп түскен кезде адам уланып қалады. Нитраттар өте зиян екені белгілі. Қарбыз 90% судан тұрады. Қарбызды асқазан, ішек жолдары ауыратын адамдар абайлап қолданған жөн. Сонымен бірге қант диабеті бар кісілерде жемегені дұрыс. Сондай-ақ несеп қуық аурулары бар науқастарға жемегені дұрыс. Жалпы қарбыз туралы көп айтуға болады, дегенмен ең маңыздыларына тоқталдық. Жалпы қарбызды кішкентай балдар өте жақсы жейді. Дей тұрғанмен нитраттың құрамында көп болуына байланысты өте көп бермеген жақсы. Негізі қарбыз сататындар нитратты көп қосады, ертерек пісіру мақсатында. Ал 5 күн бойы қарбыз жеп диета жасайтындар бірден уланып, отравление болып жатады. Неге? Өйткені күнде олар қарбыз жейді. Сондықтан нитраттар адам ағзасында көбейіп кетеді. Бүгінге осы. Егер ақпараттарым ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сонымен бірге іш қату жоқ деп аталатын курсымы продажаны ашқанымды айтқан болатынмын. Бұрын 10 мың теңгеге сатылған курс осы жолы 5 мың теңге болып тұр. 10 сабақтан тұрады. Әр сабақ қандай дәрумендерді қолдану керек соған бағытталған. Сау саламатта болыңыздар.